Алейкумассалам рахматуллахи ва баракатуху. Негізінде жатып Құран оқуды шариғат қатал тыйым салады. Ол Құранға деген Алланың кәламына, Алланың кітабына құрметсіздік болып есептеледі. Құранды оқудың өзінің әдебі бар. Екі тіземен отырып, қыблаға қарап, дәретпен оқу ол Құранның әдептерінен. Егер Құран кітабын мен оқитын болсаңыз, Құранды бір нәрсенің биік жерге қойып, ағаштың үстіне, жастықтың үстіне қойып, жерге қоюға да болмайды. Дәретпен міндетті түрде қыблаға қарап оқу керек. Егер жаттан оқитын болсаңыз, ол Құран дәрет оған шарт емес, бірақ мұстахаб дәрет алып, қыблаға қарап отыру, ол да Құранның әдептерінен. Егер бұлар тәрк болса, ол макрух болып есептеледі.